Мен Қазақстан азаматының шығармашылық жобалар байқауының қатысушысы, Шымкент қаласы 87-ші жалпы орта білім беретін мектептің 8-ді сынып оқушысы Қуаныш Айша. Мен бүгінгі видеороликте қазақ елінің ғажап ел екенін, және біз оны құрметтеуіміз керек екенін айтып жеткізетін боламын. Келесі слайдқа көшіп, бұл видеороликпен жобаның мақсатымен танысып өтсек. Оқушылар бойында отанға деген сүйіспеншілікті, патриоттық сезімді ояту, Қазақстан азаматы ретінде өз елінің тарихын, мәдениетін, табиғатын құрметтеуге баулу, сонымен қатар жеке жауапкершілікті сезініп, еліміздің дамуына үлес қосуға деген ұмтылысты ояту. Біз енді жобаның мақсатымен танысып біліп кетсек, біз қазақ елін жайлы біліп кетсек. Қазақ елінде біле білсек, өте көп ұлт пен ұлыс өкілдері өте көп тұрады. Соның арасында ұйғырлар 1%, татарлар 0,0%, немістер 0,9%, басқа ұлттар 6,8%, украиндар 1,1%, өзбектер 3,3%, орыстар 14,9%, қазақтар 71,0%. Қазақстанда көптеген ұлт өкілдерінің тұрмысының себептері, тарихи себептері. Кеңес одағы кезінде Қазақстанда әртүрлі ұлттар, корей, неміс, шешен, тағы да басқа жер аударылды. Қазақстан Еуразияның жүрегінде орналасқан. Көпұлтты саясат, Қазақстан толерантты мемлекет, этносаралық келісімді басты құндылықтарды ретінде ұстанады. Сондықтан да Қазақстанда ұлттар достығы мен бейбітшілік символына айналған ел. Осылайша қазақ елінің көптеген мәдениеттер мен ұлттардың отаны болып табылады. Қазақстан халқы ассамблеясы Қазақстан Республикасының президенті жанындағы консультативтік кеңесші орган болып табылады. Ол 1995 жылы 1 наурызда сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған. Қазақстан халқы ассамблеясының мақсаты елдегі қоғамдық келісім мен этносаралық татулықты сақтау және нығайту болған. Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірі болған. Қазақстанның тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев ассамблеяның елдегі бейбітшілік пен тұрақтылықтың басты кепілі ретінде атап өтті. Ол ассамблеяның қоғамдағы этносаралық татулықты сақтау мен нығайтудағы рөлін жоғары бағалады. Назарбаевтың айтуынша, ассамблеяның бастамасымен медиация институты дамып, бұл соттардың жүктемесін азайтып, құқықтық мәдениетін арттырды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірі. Қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев ассамблеяның ел бірлігін нығайтудағы маңызын атап өтті. Ол ассамблея сессияларын Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында өткізудің символдық мәні бар екенін айтты. Сонымен қатар, Тоқаев ассамблеяның этносаралық қатынастарды үйлестіру және ұлттық бірлікті сақтау бағытындағы қызметтерін жоғары бағалады. Экспо 2017 Астанада өткен халықаралық көрме, тақырыбы болашақ энергия. Мақсаты жасыл энергия, жаңартылатын қуат көздерін насихаттау. Қатысқан елдер 115 мемлекет және 22 халықаралық ұйым. Келушілер саны 3 миллионнан астам. Басты нысан Нұр әлем, әлемдегі ең үлкен сфера 100 метр болады. Қазақ елі тек дала емес, даналық. Қазақ елі шексіз дала ғана емес, ол ұрпақ пен рухтың мекені. Біз көктен шабыт алып жерге тамыр жайған ұлтпыз. Ұлы дала елінің тарихи батырлық, қазіргі Қазақстан технология мен тәуелсіздіктің үйлесімі. Енді біз Қазақстанның қандай елі шекаралас екенін және де Қазақстанның қай жерде орналасқанын біле кетсек. Қазақстан Азия құрлығында, оның ішінде Орталық Азияда орналасқан. Бұл мемлекет Еуразия құрлығының дәл жүрегінде жатыр. Қазақстанның бір бөлігі Еуропаға кіреді. Енді Қазақстанның қандай елдермен шекаралас екенін біле кетсек. Солтүстігінде Ресей орналасқан, шығысында Қытай елі, оңтүстігінде Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан елдері орналасқан, ал батысында Каспий теңізі орналасқан. Ал енді Қазақстан әлемде қандай деңгейде екенін біле кетсек. Аумағы бойынша 9-шы орында, уран өндірісі бойынша 1-ші орында болады. Асыл экспорты бойынша топ 10-ға кіреді. Каспий теңізінен шығатын жалғыз мемлекет болып саналады. Мұнай мен газ қоры бойынша әлемде 12-ші, 15-ші орындар аралығында. Экономикалық индексі 71-ші орында. Мәдени мұралар бойынша ЮНЕСКО тізіміне
енді мен бұл видеода қазақ еліміздің керекке және де біз патриотизм танытып, қазақ елімізді құрметтеу және де бағалау керек екенін жеткізгім келді. Назарларыңызға рахмет.